Денелердің электрленуі. Егер біз құрғақ шашты пластмасс тарақпен тарайтын болсақ, және оны қағаз қиындыларына жақындатсақ, тигізбей, қағаздың қиындыларын тараққа тартыла бастайды. Бұл құбылысты денелердің электрленуі деп атайды. Электрлену янтар деген сөзден шыққан. Ежелгі грек ғұламалары янтардың түрлі қиықымдар өзіне тартатын байқаған. Және бұдан бұл құбылысты электрлену деп атап кеткен. Денелерді электрленуінің екі жолы бар. Біреуі үйкеліс арқылы, екінші индукция арқылы. Жазып қойайық. Электрлену үйкеліс арқылы, екінші индукция арқылы. Үйкеліс, яғни денелер бір-біріне жақындасып үйкеліс келтіреміз, ал индукцияда олар бір-біріне тимейді. Үйкеліс арқылы электрлену, мысалға шынын алайық. Шыныны қағазға үйкелейік. Сонда шынның бойында оң зарядтар пайда болады, қағаздың бойында теріс зарядтар пайда болады. Келесі мысалда эбонит таяқшасын алайық, және жібек матаны алайық. Екеуін бір-біріне үйкелегенде эбонитта теріс заряд болады, жібекте оң заряд болады. Осылай екі түрлі дене бір-біріне үйкелегенде әртүрлі зарядтар пайда болады.